Аяқ-қолдың мұздауы қандай дерттен дерек береді? Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма жазыла кетіңіздер. Жаздыгүні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, бұл белгі бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз. Ал қолға қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолы мұздап жүретіндер қайтпек. Бұл мазасыздық күннің салқындағанынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салып, бұлау жасасаңыз жеткілікті. Ал жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгі қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына мына жағдай себеп болады. Қимыл қозғалыстың аздығы. Әсіресе бір орында отырып жұмыс істеу аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалыстың аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Аяқтың үсуі. Егер өміріңізде бір рет аяғыңызды үсік шалған болса, оның қалпына келуі ұзақ уақытты талап етеді. Салдарынан аяғыңыз біраз уақыт мұздап жүреді. Үнемі диета ұстау, бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Дәрі қабылдау, анда-санда ауырып қалып дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыздар, дәрісіз күн өтпейтін науқастар немесе қандай да бір дәріге тәуелділіктің салдарынан аяқ-қол мұздап бастайды. Тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мәселен, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұқсан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан 10-да тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі асты бірігіп кетеді де, түскі ас 5-ін уақытына ауысады. Ал кешкі асқа түннің бір уағында отырасыз. Міне, бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады және аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Шылым шегу жалпы жақсы қасиет емес, десе де қызығушылықпен басталған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке әкеледі. Күніне 1-2 тал темекіден келетін қауіп аз болар, алайда бір күнде бір қорапты көрдім, білдім демейтіндер үшін өте қауіпті. Аяқ-қолдың мұздауына мына ауруларда себеп болады. Қант диабеті. Бұл аурудан адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Қаназдық. Өздеріңіз білетіндей, гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдауын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ-қол мұздайды. Тығындалған эндоартерит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлары мен күре тамырдың тарылуы арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяқ ауырады. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, дерттің асқынғанын аяқтайды. Артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап шығады. Жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулығы сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда, қан айналымында, зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. Қалқанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Оған қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. Ішек құртты аяқ-қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі, ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ-қолдың мұздауына әкеледі. Міне, ардақты көрермендер, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қабылдасаңыз, жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпаңыз.
Бұл дертті үй жағдайында емдеуге болмайды, міндетті түрде себебін анықтап алу керек. Ал егер суықтан, мұздай суға шомылғаннан немесе салқын суға қолыңызды ұзақ жуғаннан аяқ-қолыңыз мұздап бастаса, онда мына әдістермен емдеуге болады. Массаж. Кез келген эфир майына зімбір, даршын немесе ұнтақталған қара бұрыш қосып, аяқ-қолыңызға жағасыз. Саусақтарыңызбен баяу қимылмен уқалап массаж жасаңыз. Бұлау. Кеңде ыдысқа қол күймейтіндей 1,5-2 литр су құясыз, оған жарты келі теңіз тұзын, 2 ас қасық сүтпен 2-3 тамшы күлшетен майын араластырыңыз. Осы суға аяғыңызбен қолыңызды салып 20-25 минут отырасыз. Сосын аяқ-қолдарыңызды құрғатып сүртіп, крем жағыңыз. Аяғыңызға жылы шұлық киюді ұмытпаңыз. Жаттығу. Міндетті түрде велосипед жаттығуын жасаңыз. Ол үшін шалқаңызбен жатасыз, 2 аяғыңызды кезек-кезек бүгіп жазасыз. Осылайша 5-6 минут жасасаңыз жеткілікті болады. Қарама-қарсы бұлау. Аяқ-қолды жылытып, ағзаны шынықтыратын керемет әдіс. Емді үзбей жүргізсеңіз, бір емес бірнеше аурудан айығатыныңызға сеніңіз. Нақтырақ айтқанда, аяқ-қолдың мұздауын тоқтатады, тамырдың жұмысын жақсартады, қан айналымды реттейді, аяқтың сауығын арттырады. Ол үшін 2 бірдей ыдыс аласыз. Біреуіне 30-35 градус, екіншісіне 12-15 градус су құясыз. 2 ыдысқа кезек-кезек аяқ-қолыңызды саласыз. Ем 20-25 минут жүргізілуі керек. 3-5 минуттай жылы суға, 10 секунд салқын суға саласыз. Емді күніне 5-6 рет қайталасаңыз болады. Емнен соң аяқ-қолды құрғатып сүртіп, жылы шұлық киесіз. Ескеріңіз, бұл емді варикозы барларға жасауға болмайды. Одан бөлек тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Мейлінше С дәруменнің қайнар көзі болып табылатын кивиді, қарақатты, апельсинді жиі жеңіз. Бұл қанның ұюын болдырмайды. Ал жіңішке қан тамырлардың жағдайын жақсартқыңыз келсе, шекілдеуік пен жаңғақты көбірек тұтыныңыз. Ағзаны темірге байытқыңыз келсе, қара өрік, жұмыртқаның сары уызы мен алманы үзбеңіз. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз. Спортпен шұғылданыңыз. Жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Кофенің орнын ыстық шаймен немесе шөп шаймен алмастырыңыз. Ең маңыздысы әрі негізгісі аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Аяқты қыспайтын, терлетпейтін болу керек. Жайлы аяқ киім жанның рахаты әрі қанның дұрыс айналуына септігін тигізеді. Ақпаратым ұнады деген ойдамын. Денеріңіз сау болсын.